Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен майонезсіз свежий салат дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін керегі редиска, қияр, қызанақ, соевый соус және де укроп, петрушка, тұз. Бірінші редискамызды жақсылап турап аламыз. Содан соң қиярымызды тураймыз. Помидорымызды, укроп, петрушкамызды турап аламыз. Майда етіп, осылай дайындап алдым. Енді барлығын бірге араластыратын боламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, тұзымызды қосамыз. Укроп, петрушкамызды қосып, 2 ас қасық соевый соусымызды қосамыз. Қалауларыңыз бойынша пияз, әші, бұрыш қоссаңыздар болады. Қызып тұрған пістемай құйдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді салат шығады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді, тәбет ашарлықты салат.